Ассаламу алейкум, Тауфик аға. Бұл менен сізге жазған ақырқы қатым. Себеби, мен бұл жерде ақырқы демемден шығышын күтіп жатамын. Негізелі бұл қат жазған қаттарымдың ең ақырқысы. Ақырқы қатымды сізге жазуына тура көрдім. Анткени сіз адамдарға баян қыласыз. Bir күні бұл менен ақырқы баянымды да аларға жеткізет екеніңізден үміт қыламын. Сіз мені көптен бері таныйсыз. Мен намаздарын оқуға әрекет қылған, ораза айында ораза қармауға әрекет қылған, дуба қылған, жана өмірінде жоқ дегенде бір жолы хажға барғысы келген жөнөкөй мұсылмандардың биримин. Оба, менин балдарым бар, бирок мен аларды карабадым. Менин жубайым бар, бирок ал өзгөчө бир амалдары менен деле башкалардан айырмаланбайт. Абалдарым болсо, ислам динин толук үйрөнбөстөн чоңоюшту. Мен болсо, бул жерде жатамын. Себеби, менин жашоомда соңуна чыгып баратат. Мен рак оорусу себептүү өлүп жатамын. Дарыгер болсо, кийинки жумага чейин жашай албайсың деп айтты. Ажал периштесин күтүү менен оюмда бир эле сөз. Ал сөз өкүнүү. Мен кылам деп жүрүп кыла албай калган иштеримден абдан кат өкүнөм. Мен ушунчалык Куран жаттагым келген, бирок жаттабадым. Мен апамды абдан катуу кучактагым келчү, бирок бирде жолу кучактабадым. Мен жыл сайын хажга баргым келчү, бирок барбадым. Балдарымды имандуу болуш үчүн аларды Куранга жана ислам илимин окуткум келген, бирок андай да кылбадым. Мен дагы бир ораза айына чейин жашагым келген, бирок эми ал мүмкүн эмес. Азыр болсо Меккеге, Каабага баргым келип турат, бирок бара албаймын. Мен ушунчалык көп сүрө билгим келген, бирок Фатиха жана дайыма намаздарымда окулочу бир-эки сүрөдөн башка сүрө билбеймин. Мени сизден башка эч ким эстебейт. Балким үй бүлөм, мал мүлкүмдү бөлүп алганга чейин эстеши мүмкүн, эгер алардын ага убактылары болсо. Досторум мени таштап кетти, үй бүлөм мени эстебейт. Мен бул дүйнөгө эч кандай жакшылык калтыра албадым. Бирок Аллага касам, мен бул дүйнөгө калтырган нерсем ал кабырга дагы бир кабыр кошуу. Мен сенин эниң Мухаммад.